Сәлеметсіңдер ме? 6 сынып оқушылары, бүгін біз 4-ші тоқсанында болатын бірінші жиынтық бағалау есептерін талдап шығаратын боламыз. Бұл менде бірінші нұсқа, менің каналымда екінші нұсқаның есептері бар. Сол үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойғандарыңыз дұрыс болады. Менің каналымды қолдап кетіңіздер, сіздерге өтініш. Бірінші есеп 3, 7, 5, 21, 18, 19 қатары берілген. Төмендегі ақпараттарды пайдаланып, қатардағы жетіспейтін натурал санды табыңыз дейді. Бірінші арифметикалық ортасы 13-ке тең. Жалпы арифметикалық орта дегеніміз не? Арифметикалық орта дегеніміз барлық сандардың бір-біріне қосып шығып, сандардың санына бөлгендегі шығатын сан бізде арифметикалық орта болып табылады. Сонда санасақ, бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 сан бар және бір белгісіз сан бар. Сонда арифметикалық ортаны табу үшін осы 7 санды бір-біріне қосып 7-ге бөлуіміз керек. Енді соны жасайық. 3 қосылған 7 қосылған 5 қосылған 21 қосылған 18 қосылған 19 және белгісіз санымыз x. Бөлінген қанша? 7-ге. Тең 13-ке тең болып тұр. Сонда ары қарай теңдеу ретінде шығарамыз. 7-ні 13-тің қасына көбейту ретінде жібереміз. Қалған сандарымыздың барлығын бір-біріне қосып шығамыз. Сонда барлығын бір-біріне қосып шықсақ, бізде 73 деген сан болады. Қосылған x. 7-ні 13-тің қасына жіберсек, бізде 91 деген сан болады. Сонда x-ті анықтау үшін 91-ден 73-ті азайта саламыз. Сонда бізде 18 деген жауап шығады. Сонда бізде арифметикалық ортасы 13-ке тең болса, жетіспей тұрған санымыз бірінші 13-ке тең екен, 18-ге тең екен. Келесі бесінші есеп өзгеріс ауқымы 37-ге тең. Өзгеріс ауқымы дегеніміз осы қатардағы біз ең кіші санды табамыз, немесе ең үлкен санды табамыз, және екеуінің айырымы бізде 37-ге тең болып тұр дейді. Ең үлкен санды тауып көрейік. Ең үлкен санымыз бізде 21. Яғни бізде 21-ден 21-ге қай санды қосқан кезде, бізде 21-ден қай санды азайтқан кезде бізде 37 шығады. Бұл бізде теріс сан болады. Ал 3-ті алатын болсақ, бір санды 3-ке азайту керек, сол кезде 37 шығып тұру керек. Соны жасап көрейік. Сонда белгісіз санымыз, ең үлкен санымыз бізде белгісіз, азайтылған ең кіші санымыз тең болу керек 37-ге. Ең үлкен санымыз бізде белгісіз болып тұр, ең кіші санымыз бізде 3 болып тұр. Сонда ең үлкен санды анықтау үшін 3-тен азайтуымыз керек. Сонда 37. Сонда ең үлкен санымыз бізде 3-ті мына жаққа жібереміз, плюс болады, сонда 40. Ең үлкен санымыз 40-қа тең екен. Сонда жетіспейтін сан мына жақта 40 болу керек. Енді екінші ең үлкен санмен көрейік. Қайтадан ең үлкен сан азайтылған ең кіші сан тең болу керек 37-ге. Ең үлкен санымыз бұл қатарда бізде 21 болғандықтан бізде не шығады? Бізде мына жақта теріс таңбалы сан шығу керек. Сонда біз 21-ден мысалы минус қандай? Минус 15-ті азайтсақ па? 21-ден минус 15-ті азайтсақ, жоқ, 16-ны. 21-ден 16-ны азайтсақ, бізде осы 37 деген сан шығады. Өйткені минус пен минус бізде плюс болады. 1-ге 6-ны қоссақ 7, 2-ге 1-ді қоссақ 3 екен. Сонда бізде ең кіші санымыз немесе минус 16-ға тең болады. Оқушылар, біз жауапты бұлай берсек те қате болмайды, осылай берсек те қате болмайды. Себебі сіздер рационал сандар деген тақырыпты өткен болатынсыздар. Келесі қатар модасы 21-ге тең. Қатар модасы 21-ге тең. Бізде мода дегеніміз ең жиі кездесетін сан. Бізде қарап тұрсақ, бұл қатарда барлық сандар тек қана бір реттен кездескен. Сонда мына жаққа біз 21 деп жазатын болсақ, бізде қатар модасы 21-ге тең сан тізбегі шығады екен. Сонда бірінші есептің жауаптарын жазатын болсақ, жауабы деп бірінші арифметикалық ортасы 13-ке тең болғанда белгісіз санымыз, яғни x-ымыз тең 18-ге тең. Бесінші жауап 40 немесе минус 16 деп жауап берейік. Сесінші жауап қатар модасы нешеге тең болды? Қатар модасы 21-ге тең болды. Осылай жауап берсеңіздер, қателеспейсіздер.
Келесі есеп алпамыстың ақ және көк түсті бейсболкалары, ақ, сары және көк футболкалары және қара және көк түсті джинсылары бар екен дейді. Егер ол бейсболка, футболка және джинсыларын ауыстырып келсе, алпамыс неше түрлі болып киіне алады дейді. Осыны жазайық. Оның дейді ақ және сары, жоқ, ақ және көк түсті бейсболкалары бар, ақ, сары және көк футболкалары бар. Астына жазатын болсақ, ақ, сары және көк футболкалар бар. Көктің астына да жазайық. Көксіне 2 рет па? Ақ, сары, көк деп. Қара және көк түсті джинсылары бар дейді. Қара және көк. Яқта да қара және көк. Енді осы бір футболка, бір бейсболка, бір футболка, бір шалбар киген кезде, яғни ауыстырып киген кезде неше түрлі әдіспен кие алады дейді. Бірінші ақ футболкамен ақ бейсболканы кие алады және қара шалбарды кие алады. Дәл осылай ақ бейсболкамен ақ кофта және шалбар кие алады. Сонда ол бізде 1-2 әдіс болды. Дәл осылай сары футболкамен ол 2 әдіспен де кие алады. Көк футболкамен және 2 әдіспен кие алады. Сонда бізде санасақ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 әдіспен ақ бейсболканы кие алады. Енді дәл осылай 6 әдіспен көк бейсболканы кие алады. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Сонда барлық кие алатын әдіс 12 түрлі әдіс екен. Есептің жауабын осылай жазамыз. Пойыз жолдың 280 км-ін 70 км/сағ жылдамдықпен, екінші бөлігін 120 км-ді 40 км/сағ жылдамдықпен, үшінші бөлігін 150 км-ді 50 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Жолдың барлық бөлігіндегі пойыздың орташа жылдамдығы қандай? Әдеттегідей бірінші есептің берілген жазасыздар. S1 бізде 280 км, V1 бізде 70 км/сағ. Келесі S2 бізде 120 км, V2 40 км/сағ. Үшінші бізде S2-міз 150 км болса, V2-міз 50 км/сағ. Орташа жылдамдықты табу үшін, яғни V орташа деп жазып аласыздар да, барлық жүріп өткен жолдың қосындысы S1 қосылған, S2 қосылған, S3 бөлінген уақытқа, T1 қосылған, T2 қосылған, T3. Осы жақтан T1, T2, T3-ті табу үшін T1-міз бізде бірінші не болады? 280-нен 70-ке бөлінді, сол бізде 4. T2-міз не болады? 120-нен 40-қа бөліндісі 3. T3-міз бізде не болады? 150 бөлінген 50, ол бізде 3. Яғни 3 сағат, нақта 3 сағат, нақта 4 сағат. Сонда V орташаны табу үшін жаңағы осы сандарымызды орнына қоя саламыз. 280 қосылған 120, қосылған 150 бөлінген 4 қосылған 3, қосылған 3. Сонда 280 қосылған 120 ол бізде 400 болады, Так, 10 бір ойда, 2-ге 1, 3, ойдағымен 400. 400-ге 150-ді қосса, ол бізде 550. 550-ді бөлсек 10-ға, сонда 55. Сонда орташа жылдамдық бізде 55 км/сағ екен. Оқушылар, осымен барлық жиынтық бағалау есептерін шығарып болдық. Осындай 3 есеп келетін болады. Тура осы есептер немесе сөздерін, немесе сандарын ауыстырып берулері мүмкін апайларыңыз. Сондықтан есептің шығару жолын жақсылап түсініп алыңыздар. Сау болыңыздар.